Томатный соктагы солёный огурцы дайындайбыз. Дәмі керемет, қытырлақ болып шығады. Ол үшін помидорымызды жуып тазалап, артық жерлерін, солғандарын алып тастаймыз да. Осыны блендерден согын бөлек алып, үстіне согын қайнатамыз. Одан шыққан кожурасы помидордан оны келесі салатқа қолданамыз. Ешқандай салат болмайды. Осылай согын сығып алғаннан кейін бөлек кастрюльге қойып қайнатамыз. Мына огурцыларымызды банкіге салмас бұрын кемінде 1 сағат мұздай суға салып қоямыз. Одан кейін екі шетін алып тастап, кесіп алып тастап, банкімізді огурцыда стерилизация жасамаймыз. Ретімен жайғастырамыз. Бірінші укроп, зеленіміз саламыз. Одан кейін болгарский перціміз саламыз. Бәрін жайлап жайғастырып саламыз. Чеснок 2-3 бас, кейбіреулер 1 бас қосады. Негізге ашты қаншалықты жақсы көресіз, сол бойынша сала беріңіз. Огурцымызды тығыз орналастырамыз. Не қосылмаған, селитра қосылмаған, осы күздік огурцы болу керек, парникте өспеген. Огурцыларымызды тығыздап, жақсылап орналастырамыз да, ыстық суымызды құямыз. Огурцыларымызды тығыздап, жақсылап салғаннан кейін, үстіне бұрқылдап ысып тұрған ыстық суымызды құйып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Жарты сағаттан кейін суымызды мүлдем төгіп тастаймыз. Басынан таза қайнатамыз суымызды. Осыны сетка алып алсаңыздар, огурцыйдың суын төгуге ыңғайлы. Енді осы кезде лавровый листімізді және 2 қасық тұз, 1 қасық немізді қосамыз. Шекерімізді қосып, қара бұрышымызды салып, үстіне бұрқылдап тұрған томатный және помидордың сығылған согын, қайнап тұрған согын құйып, банкімізді бұрап тастаймыз. Рецепт, толық рецепт жазбаша түрде описанияда болады. Банкыңызды жапқаннан кейін түнге қалдырсаңыз болмаса, төңкеріп, сол 3-4 сағатқа жылы орап қойыңыз. Сол кезде банкыңыз атылмайды да, ештеңе болмайды.
мына не толтырып құямыз. Немізді, согымызды бетін жауып